Ит үй жануары. Ертеде үй жануарлары мүлдем болмапты. Аңдардың бәрі далада, ормандарда еркін өмір сүргенді. Сол себепті де дос болып бір-бірін әрқашан адал көңілмен қолдап жүріпті. Олардың арасындағы ең жақсы достар деп қасқыр мен итті айтуға болады. Екеуі де жыртқыш, сүйікті істері де қызығушылықтары да бірдей. Үнемі бірге жүреді. Қойларды сүйсініп жеуді, мысықтар мен қояндарды қорқытып ойнауды қатырады. Бірге жүрсе ешкім бұларға тиіспейді. Қасқыр мен иттің сызат түспеген осы жүрістеріне тамсанып, бәрі қызығушылықпен қарапты. Бір күні екеуі аш болмаса да, әдеттегідей қой жеуге бара жатады. Қасқыр момын қойды алып ұрып, енді жейін дегенде ит оны тоқтатыпты. Ит: «Қасқыр, біз жыртқыш аңдар болсақ та, өзімізден әлсіздерді ренжітетініміз дұрыс емес. Бұлар да тірі, өмір сүргісі келеді ғой. Сен олардың орнына өзіңді қойып көрші. Оның үстіне аш емеспіз ғой, өлтірмей-ақ қойшы осыны». «Сонда қойларды жемесек не жейміз? Орманда самсап тұрған шөп пен жидектерді жеуге болады. Мен тек шөп жесем тоймайым. Мен болсам азық үшін басқа жануарларды өлтіргім келмейді. Мен сені досым деп санап жүрдім. Бірақ сен достықтың не екенін де білмейсің. Жоқ, қателесесің. Достықты менен артық ешкім түсінбейді. Керек болса, жануарлармен ғана емес, тіпті адаммен де дос боладым». «Ах, солай ма? Жарайды, адаммен де дос болам дейсің бе? Көрейік сенің батырлығыңды. Бар онда адаммен дос болғаныңды дәлелде. Егер адаммен достаса алсаң, мен саған еш жоламайым. Ал достаса алмасаң, келіп менің көзімше 10 қойды қырып саласың. Бәстесесің бе?» «Жақсы, келістік. Мен қойларды құтқарам», деп ит кетіп қалады. Итіміз біраз жол жүріп адамның үйіне де жетеді. Ауыл шетінде қой жайып жүрген адамға амандасып, барлық оқиғаны айтып береді. Адам: «Мен саған сене алмайым. Сен жыртқыш аңсың». Ит: «Жоқ, мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Маған сенбесең, тапсырма бер, мен оны орындап, саған өз адалдығымды дәлелдеймін». «Саған тапсырма ауыл шетінде жүр. Кімнің малына қасқыр шабатын болса, алдын ала хабарла. Шамаң жеткенше қорға. Егер адалдығың дәлелденсе, өз үйімнен орын берем». Осылайша адам мен ит алғаш рет келіссөзге келіпті. Ит сөзінде тұрып, қасқырлар малға шапқан күні барынша арпалысыпты. Ауыл адамдарына хабарлап, қасқырларды жөңкілте қуыпты. Досының осылайша өзгеріп кеткеніне қасқыр ызаланып, тісін қайрап, үнемі өшігіп жүретін болыпты. Ал иттің адалдығына тамсанған адам ауласынан үйшік соғып беріпті. Содан бері ит адамның үйін, мүлкін барынша қорғап, әлі күнге дейін достығын дәлелдеумен келе жатыр деседі. Разия Акбар Өмірсерік қызы.